Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге балықтың духовкада пісіру рецептімен бөлісетін боламын. Ол өйткені өте пайдалы және дәмді болып шығады. Бізге қажет 2 сазан балық, 1 лимон, болгар бұрышы, 1 сарымсақ, 3 дана пияз қажет болады. Оларды бір шетке алып, балығымызды жақсылап тазалап, қанаттарын алып тастаймыз. Және де балықтың бір жағын арасына 4-5 см қалатындай етіп кесіп шығамыз. Және лимонымызды жіңішкелеп дөңгелектеп етіп турап алатын боламыз. Болгар бұрышын және пиязымызды да дөңгелектеп турап аламыз. Сарымсағымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Келесі соус дайындап аламыз. Оған 2-3 қасық томатный паста керек. Оның үстіне жылы су, сарымсағымызды қосып араластырамыз. Сіздер көк шөптер қоссаңыз да болады. Мен кинза қосып, жақсылап тағы бір араластырып алдым. Міндетті түрде противенімізге фольга қағазын жақсылап төсеп аламыз. Және оның бетіне пияздарды орналастырып шығамыз. Оның үстіне балықтарымызды орналастырамыз. Ендігі балықтарымыздың ішін сыртын жақсылап тұздап алатын боламыз. Және де паприканы да ішіне жағып шығамыз. Гашништі сеуіп шығамыз. Ішіне сыртына жақсылап сеуіп шығамыз. Өте дәм береді. Паприкамызды сыртына да жақсылап сеуіп шығатын боламыз. Балықтың кесілген жерлеріне лимондарымызды жақсылап орналастырып шығамыз. Және де зіре себеміз, өйткені ол өте керемет дәм береді. Болгар бұрыштарын осылай жан-жағына қойып шығамыз. Және дайын болған соусымызды балықтың бетіне жақсылап жағатын боламыз. Пияздарымызды балықтардың бетіне орналастырамыз. Мен үстіне кинза септім және де бетін фольгамен орайтын боламыз. Жауып қоямыз жақсылап. Және де 200-220 градуста 40-50 минутта пісіріп аламыз. Мен балықпен бірге картоп ұсынатын боламын. Оған аршылған картоптарымызды дәл видеодағындай етіп кесіп аламыз, ұзыншалап. Оның үстіне тұз, паприка. Және де зәйтүн майын қосып араластырамыз. Гашниш қосамыз. Және де духовкаға 1,5 сағатқа 30 минутқа жібереміз. Балығымызды духовкадан 15-20 минут өткен екен алып, осылай зәйтүн майын қосып, бездің ашық күйде духовкаға қайтадан саламыз. Міне балығымыз дайын болды. Біз осыны фольга қағазмен бірге тарелкамызға орналастырамыз. Негізінде осы духовкада пісірілген балық барлық адамдарға ұнайды деп ойлаймын. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Мен осындай картоппен бірге ұсындым дастарханға. Сіздер түрлі өздеріңіз фантазияларыңызға байланысты ұсынсаңыздар болады. Менімен болғандарыңызға рахмет.